Адам ата заманында адамзат тек бір Аллаға табынды. Жер бетінде тыныштық пен береке орнаған еді. Халық арасында 5 ізгі кісі болды. Олар адамдарға дінді үйретіп, үлгі өнеге болды. 5 салих кісі дүниеден өтті. Халық олардың қайтысынан қатты қайғырып жылады. Осы кезде шайтан адам кейпінде келді. Ол оларды ұмытпас үшін мүсіндерін жасаңдар деп кеңес берді. Халық мүсіндерді тек ескерткіш ретінде жасады. Алғашқыда оларға ешкім табынған жоқ. Уақыт өте келе ұрпақ ауысты. Жаңа ұрпақ мүсіндердің не үшін қойылғанын ұмытып кетті. Шайтан қайтып келіп халықты алдады. Осылайша адамзат тарихындағы алғашқы пұтқа табыну басталды. Байлар мен билік иелері пұттарды өз мүдделеріне пайдаланды. Халықты осылар арқылы басқарып езді. Қоғамда зұлымдық пен теңсіздік жайлады. Күштілер әлсіздерді езіп, адамгершілік жойылды. Дәл осы қараңғы кезеңде Алла тағала Нұхты таңдады. Жебірейіл келіп оған пайғамбарлық міндетін жеткізді. Нұхтың жүрегінде адамдарға деген зор жанашырлық оянды. Ол халқын осы түнектен алып шығуды арман етті. Нұх алдымен өз жақындарына насихат айтты. Бірақ оның үйінде де қарсылық басталды. Нұхтың өз әйелі іштей опасыздық жасады. Ол кәпірлермен сыбайлас болып күйеуіне қарсы шықты. Нұх халықты алаңға жинап, ашық дағуат бастады. Бұл оның алғашқы үлкен жария уағызы еді. Нұх даусын көтеріп жар салды. Аллахтан басқа тәңір жоқ. Тек оған ғана табыныңдар. Байлар оны мазақтап, сен де біз сияқты қарапайым адамсың, нең артық деп кекесіндер жасады. Халық Нұхты жынды деп айыптады. Оның сөзіне ешкім құлақ аспады, бәрі бетін аударды. Нұх халыққа Алланың азабынан ескертті. Егер тоқтамасаңдар, үлкен жаза күтіп тұр деді. Халық Нұхқа тас лақтырып, зорлық-зомбылық жасады. Ол бәрін сабырмен, иманмен көтерді. Аталар балаларына Нұхтан алыс болуды өсиет қылды. Ұрпақтан ұрпаққа өшпенділік берілді. Нұхтың айналасына тек кедей, қарапайым мүміндер жиналды. Олардың жүрегінде шын иман болды. Қоғам екіге бөлінді. Бір жақта тәкаппар байлар, екінші жақта аз ғана шын мүміндер. Нұх жалғыз қалғанда Аллахқа жалбарынды. Жасы бетіне ақты, бірақ үміті үзілген жоқ. Жылдар өтті, ғасырлар ауысты. Нұх 950 жыл бойы тоқтамай насихатын жалғастырды. Нұх халқының жағдайына жылады. Бұл шарасыздықтың емес, пайғамбарлық жанашырлықтың жасы еді. Жер бетінде Аллахты еске алатын жан аз қалды. Бір шам жарығындай ғана иман сөнбей тұрды. Алла тағала Нұхқа үміт берді. Сенің күресің бекер кетпейді деген уәде жүрегіне жылу берді. Нұх шаршамады, тоқтамады. Ол әр адамға жеке барып, тынымсыз насихатын жалғастыра берді. Нұх халыққа соңғы рет ескертті. Бұл 950 жылдық сабырдың ең ауыр, ең салмақты сәті еді. Нұхтың күресі адамзат тарихының ең ұзақ сынағы болды. Ол бізге сабыр мен иманның мәнін үйретті. Нұх пайғамбар талмай 950 жыл бойы насихат айтты. Ол күндізде, түнде де тоқтамады. Ол адамдарға, күнәларыңа кешірім тілеңдер, Алла сендерге жаңбыр мен береке береді деді. Адамдар оның дауысын естімес үшін құлақтарын саусақтарымен тығындап алатын. Оны көргенде беттерін киімдерімен жауып қашатын. Нұх әрбір жаңа ұрпаққа үмітпен қарады, бірақ әр ұрпақ алдыңғыдан бетер залым болды. Ол Алланың нығметтерін, аспан, жер, ай, күн мысалға келтірді. Байлар, егер айналаңдағы мына кедейлерді қусаң, сезіміңді тыңдармыз деді. Нұх, мен иман келтіргендерді қумаймын, олардың есебі Аллада деп жауап берді. Олар Нұхты өліммен қорқытты, егер тоқтатпасаң, таспен атамыз. Оған ергендердің көбі қоғамның ең әлсіз, бірақ жүрегі таза адамдары еді. Нұх оларға сабыр сақтауды үйретті. Кәпірлер, егер шын пайғамбар болсаң, бізге уәде еткен азабыңды келтірші, деп мазақтады. Нұх, азап тек Алланың қалауымен келеді деді. Ол әрбір адамның есігін қағып, ақиқатты айтты.
9 ғасыр өтсе де, иман келтіргендердің саны 80-нен аспады. Тіпті оның ұлы Канған әкесіне қарсы шықты. Нұх Раббысына мұңын шақты, мен жеңілдім, маған көмектес. Алла оған, бұдан былай иман келтіргендерден басқа ешкім иманға келмейді деп уахи етті. Осыдан кейін Нұх атақты қарғыс дұғасын жасады. Уа, Раббым, жер бетінде бірде-бір кәпір үйін қалдырма. Өйткені олар тек залым мен кәпірді тудырады. Алла Нұхтың дұғасын қабыл етті. Жер бетіндегі әйелдер бедеу болып, бала туылмай қалды. Аспаннан жаңбыр тиылып, құрғақшылық басталды. Бұл оларға берілген соңғы мүмкіндік еді, бірақ олар тәубе етпеді. Жебірейіл періште Нұхқа кеме соғу туралы әмірді әкелді. Кеменің сызбасы мен білімі Алла тарапынан үйретілді. Нұх ағаш еге бастады. Бұл кезеңде ұзақ жылдарға созылды. Дағуат кезеңі аяқталып, амал кезеңі басталды. Алла бұйырды, кеме жаса. Нұх дірілдеді. Бірақ мойынсұнды. Кеме үшін ағаш керек. Нұх шөлге кірді және егіп бастады. 20 жыл, 40 жыл. Майда көшеттер алып ағашқа айналды. Жебірейіл түнде келді. Кеменің сызбасын жерге сызды. Балта алып соқты. Адамзат тарихының ең ұлы құрылысы басталды. Байлар күлді, теңіз жоқ жерде кеме не керек? Нұх үндемеді. 300 кездік. Алланың өлшемі 1 миллиметрге дейін дәл. Күндіз түні тақтай тіледі. Терлеген қол иманның дәлелі. Темір шеге жоқ. Тек ағаш сыналар. Алла айтты, солай жасады. Қап-қара шайырмен ішін сылады. Бір тамшы су өтпесін. Сырты да қараймен қапталды. Сәндемес берік. Ең астыңғы қабат жыртқыштарға. Алла ешкімді ұмытпады. Ортаңғы қабат адамдарға. Кішкентай болса да киелі. Үстіңгі қабат құстарға. Тіршіліктің әр түрі рахметке лайық. Еңіс төбе қойылды. Нұх білді, өте көп жаңбыр келеді. Түнде кәпірлер балтамен келді. Жығылып қалды. Алла қорғады. Қоқыс люктері жасалды. Ұлы іс ұсақ түйектен тұрады. Су ыдыстары, дән қаптары. Тасқын ұзаққа созылады. Жарық тастар қабырғаға орнатылды. Алла қараңғылықта да жарық береді. Нұх күн сайын пешіне қарады. Белгі сол пештен келеді. Жалғыз есік ортада. Бір рет жабылады. Тасқын бітпейінше ашылмайды. Мүміндер қап-қап астық тасыды. Иман терлеген қолда көрінеді. Нұх әр бұрышты аралады. Бисмиллах деп қолын тигізді. Жел тоқтады. Құстар үндемеді. Тіршілік тынысын ұстады. Ұлы күлді, әкем есінен ауысты. Нұхтың жүрегі жарылды. Қара бұлт барлық жақтан келді. Аспан бұйрықты орындауға дайын. От сөнді. Пештен су атқылады. Белгі келді, бәрі басталады. Нұх айғайлады, кемеге. Даусы шөлді жарды. Мүміндер жүгірді. Соңғы адам кірді. Есік өздігінен жабылды. Алла жапты. Жер жарылды. Аспан ашылды. Кеме көтерілді. Нұхтың сабыры суды жеңді. Кеменің құрылысы толық аяқталды. Алладан бұйрық келді. Әрбір жұптан еркек ұрғашы бір-бірден кемеге ал. Періштелер жануарларды айдап келді. Арыстан мен киік, қасқыр мен қой бір кемеге татулықпен кірді.
Жыртқыштардың ашуы басылып, оларға илахи тыныштық орнады. Құстар аспаннан топ-тобымен келіп, 3-ші қабатқа орналасты. Жәндіктер мен ұсақ жәндіктер де ұмытылған жоқ. Мүміндер шамамен 80 адам кемеге көтерілді. Олардың арасында Нұхтың 3 ұлы, Сам, Хам, Яфес және олардың әйелдері болды. Нұхтың ұлы Канғанды соңғы рет шақырды, бірақ ол бас тартты. Кемеге кірерде, Алланың атымен жүреді, және оның атымен тоқтайды деп дұға етілді. Хайуандардың арасындағы тепе-теңдікті Алла реттеді. Азық-түлік қоймалары бекітілді. Кеменің есігі жабылды. Кәпірлер бұл көріністі көріп таңғалса да, бұл жай сиқыр деп өздерін алдады. Пештен атқылаған су көбейе түсті. Жердің жарықтарынан ыстық су шыға бастады. Жануарлардың мазасыздығы басылып, олар өз орындарына жайғасты. Мүміндер Аллаға мадақ айтып тәсбих тартты. Нұх пайғамбар кеменің ішіндегі тәртіпті қадағалады. Кеменің іші жарықпен, илахи нұрмен немесе арнайы тастармен қамтамасыз етілді. Судың деңгейі аяқ астынан көтеріле бастады. Кеме алғаш рет жерден қозғалды. Тіршілік иелерінің бәрі тек Аллаға мұқтаж екенін сезінді. Кемедегілер сыртқы әлемнен оқшауланды. Нұх пайғамбар соңғы рет аспанға қарады. Аспан қап-қара бұлтқа толып, күн сәулесі жоғалды. Алғашқы алып тамшылар жерге түсті. Бұл жай жаңбыр емес, аспан есіктерінің ашылуы еді. Дүние тарихындағы ең үлкен тазару процесі басталды. Аспан ашылды. Жай жаңбыр емес, нөсер құйды. Алла бұйырды, ешкім тоқтата алмады. Жердің өзі де жарыла бастады. Төменнен де, жоғарыдан да су шықты. Бәрі Алланың әмірімен. Аспаннан түскен су мен жерден шыққан су қосылды. Бұл бір ғана күш, Алланың бұйрығы. Аз ғана уақыт бұрын адамдар жүрген жері енді суға толды. Бәрі тез өзгерді. Алланың жазасы күтпейді. Адамдар күліп, жай жаңбыр ғой деді. Бірақ сол жаңбыр оларды өзімен бірге алып бара жатты. Үйлер суға батты. Адамдар төбеге шықты. Бірақ биіктікте құтқара алмады. Алла қаламаса, ештеңе сақтай алмайды. Әке баласын көтеріп қашты. Жүгірді, бірақ баратын жер жоқ еді. Су бәрінен жылдам болды. Олар сиынған тастар суға батып жатты. Ештеңе істей алмады. Шын көмек тек Алладан ғана. Байлықта, билікте суға кетті. Тек иман ғана құтқарады. Бірақ оларда иман болмады. Нұхтың ұлы кемеге емес, тауға қашты. Артында құтқарылу, алдында қауіп. Бірақ ол қателесті. Нұх пайғамбар балам деп шақырды. Бірақ араларын су бөліп тұрды. Ең үлкен алшақтық иман еді.
тау мені сақтайды деді ол. Бірақ тауды да жаратқан Алла су таудан да асып кетті. Нұх пайғамбар бүгін тек Алла ғана сақтайды деді. Бұл шындық еді. Үлкен толқын келді. Және бәрі бітті. Ұлы да кетті. Алланың үкімі орындалды. Ол пайғамбардың баласы болды. Бірақ сенбеді. Иман туыстықпен келмейді. Адамдар жан сақтау үшін бір-бірін итерді. Күшті әлсізді басып кетті. Бірақ су бәріне бірдей болды. Айқай шу, жануарлардың дауысы бәрі аспанға жетті. Бірақ шешім әлдеқашан шыққан еді. Соңында бәрі тынышталды. Тек су ғана қалды. Дүние толық жуылды. Тіпті ең биік таулар да су астында қалды. Жер бетінде тек су мен кеме ғана болды. Бірде-бір қарсы келген адам тірі қалмады. Алланың үкімі толық орындалды. Бұл жай апат емес еді. Бұл әділдік еді. Сол кезде кеме ғана аман қалды. Нұх пайғамбар жалғыз отырды. Баласы үшін жылады. Өйткені ол да адам еді. Алла айтты, ол сенің отбасыңнан емес. Бұл ең ауыр сөздердің бірі. Нұх пайғамбар басын иді. Тәубе етті. Алланың үкіміне разы болды. Толқындар үлкен болды. Кеме кішкентай көрінді. Бірақ Алла сақтады. Толқын соқты. Бірақ кеме батпады. Себебі оны Алла қорғады. Судың бетінде өткен өмірдің іздері қалқып жүрді. Кеме алға қарай жүрді. Тәкаппарлық та, зұлымдық та су астында қалды. Тек Алланың аты жоғары қалды. Жер толық тазарды. Ескі өмір кетті. Жаңа өмір басталуға дайын тұрды. Нұх пайғамбар жалғыз тұрды. Алдында жаңа өмір. Алланың уәдесі орындалды. Толқындар тау сияқты биік болды. Кеме солардың үстімен жүзіп бара жатты. Бұл Алланың қорғауындағы кеме. Кеме қатты шайқалды. Адамдар қорықты. Бірақ Нұх пайғамбар сабырмен тұрды, бәріне күш берді. Сыртта дауыл күшейді. Бірақ іште дұға тоқтамады. Алланы еске алу жүректерді тыныштандырды. Арыстан мен бұғы, қасқыр мен қой бірге тұрды. Айлар бойы ешқандай қақтығыс болмады. Кеме ішінде бәрі өз ісімен айналысты. Бірі тамақ берді, бірі қарады. Тәртіп сақталды. Сыртта бүкіл әлем суға кетті. Бірақ кеменің ішіне бір тамшы да кірмеді. Алла қорғады. Күнде жұлдыз да көрінбеді. Олар күн сайын белгі қойып, уақытты санады. Бейтаныс адамдар бауырға айналды. Бір-біріне көмектесті, жұбатты, бірге сабыр етті. Нұх пайғамбар тамақты өзі бөліп берді. Барлығына бірдей қарады, ешкімді ұмытпады. Ұзақ уақыт тек су болды. Жер көрінбеді. Олар тек Алланың уәдесіне сенді. Ғалымдар айтады, кеме қасиетті жердің үстінен өтті. Ол жер қадірлі болып қала берді. Сыртты көру қиын еді. Тек су мен қара аспан көрінді. Олар жүрекпен сенді. Күндер өтті, апталар өтті. Су қайтпады. Бірақ уәде бар екенін ұмытпады.
Бұл сынақ олардың иманын күшейтті. Олар сабырмен бәрін өткерді. Олар жай аман қалғандар емес еді. Олар жаңа адамзаттың бастауы болды. Кеме ішінде жаңа өмір басталмады. Бұл сынақ уақыты еді, бәрі өз уақытымен. Нұх пайғамбар қорықпады. Ол толық Аллаға сенді. Бұл шынайы иман еді. Кемеде де ол уағыз айтты. Адамдарға Алланы еске салды. Олар өткен халықтарды еске алды. Қателіктерден сабақ алуға тырысты. Қайда қараса да тек су, жер жоқ. Тек Аллаға сенім ғана қалды. Аспанның түсі өзгерді. Бұл жақсылықтың жақындағанның белгісі еді. Жануарлардың дауысы да зікір сияқты еді. Барлығы Алланы мадақтап тұрғандай болды. Айтылады, періштелер кемені қорғады. Көрінбесе де қорғау болды. Нұх пайғамбар жалғыз отырды. Ұйықтамады, тек Раббысына сенді. Олар жерді қатты сағынды. Бірақ сабырын жоғалтпады. Күн мен түн ауысты. Су әлі қайтпады. Бірақ бәрі Алланың уақытымен. Нұх пайғамбар қарғаны ұшырды. Барлығы үмітпен қарады. Қарға қайтты. Жер табылмады. Олар тағы да күтті. Кептер келді. Тұмсығында зәйтүн бұтағы болды. Үміт қайта жанды. Алдында жарық. Алдында жаңа өмір. Алланың уәдесі орындалды. Айлар бойы қара болған аспан жарыла бастады. Алтын сәуле бұлт арасынан өтті. Алла өз уәдесін орындай бастады. Жаңбырдың соңғы тамшысы жерге түсті. Және тоқтады. Күн шықты. Кеменің үстіндегі су тамшылары алмазға айналды. Нұх пайғамбар терезеден сыртқа қарады. Алғаш рет жарық көрді. Алғаш рет жылы сәуле оның арқасына тиді. Жүрегі дірілдеді. Тау сияқты толқындар біртіндеп басылды. Мұхит тыныштала бастады. Алла айтты, тынышта. Және ол тынышталды. Су төмен түсті. Және алыста қара нүкте пайда болды. Таудың ұшы. Айлар бойы тек су көрген көздер жерді көрді. Қорлық деген айғай кемені шайқатты. Адамдар жылады. Құшақтасты, сәждеге жығылды. Алланың уәдесі орындалды. Нұх пайғамбар ақ кептерді алақанына қойды. Және ұшырды. Кептер жаңа дүниеге қарай ұшып кетті. Үміт қанат қақты. Кептер оралды. Тұмсығында жасыл зәйтүн бұтағы. Жер бар. Өсімдік бар. Өмір бар. Алланың сыйы жасыл болды. Алыста Жүдей тауы. Кеме соған қарай жүзіп барады. Ең ұзақ сапардың соңы көрінді. Мақсат алдында тұрды. Кеме тауға жұмсақ тірелді. Айлардан кейін тыныштық. Судан кейін тас. Алла айтты, ей жер, суыңды жұт. Және жер бағынды. Зәкір тасқа бекіді. Кеме енді жылжымайды. Топан су бітті. Бір темір ілгек бүкіл тарихтың нүктесін қойды. Нұх пайғамбар тасқа тізе бүкті. Маңдайын жерге тигізді. Алғыс сәждесі айлар бойғы күттің, шыдамның, сенімнің жауабы еді. Үлкен есік ашылды. Баяу салтанатты ішке алтын жарық кірді. Жаңа дүние есік арқылы ағылып келді. Таза ауа кемеге кірді. Адамдар көздерін жұмып терең дем алды.
Айлар бойы сағынған нәрсе таза, суық, тірі ауа. Нұх пайғамбардың аяғы жерге тиді. Алғашқы қадам. Жаңа дүниенің алғашқы қадамы тасқа басты. Тарих осы сәттен жаңарды. Арыстандар жұп-жұп болып таудан түсті. Жолбарыстар соңынан жүрді. Тыныш, салтанатты, олар жаңа дүниеге кіріп барады. Мыңдаған құс бір мезетте аспанға ұшты. Аспан қанатқа толды. Айлар бойы қара болған көк өмірге толды. Ұсақ жәндіктер де жерге таралды. Қоңыздар, көбелектер, құмырсқалар, Алланың рақымы ең ұсақ жаратылысқа да жетті. Тастардың арасынан жасыл шөп шықты. Гүлдер ашылды. Жер тіршілікке оралды. Топан судан кейінгі ең әдемі көрініс. Бұғылар жүгірді. Жылқылар шапты. Пілдер жүрді. Жаңа дүние